сабыр сақтаңыздар. Мына бүгінгі қуаныш баршаңызға құтты болсын. Енді ортаға ерекше құрметпен бақыт деген ынтымаққа қарай қонады. Той дегеннің тілекпенен арайланады. Ендімен алғашқы тілектің басын оқушыларды ортаға шақырып, жұптарымен, жұбайларымен тілек беріп жіберсем қалай болады деп, ортаға ерекше құрметпен Әбжалиева Айдын ханым ортаға келе қойсаңыздар, Әбсаматова Ғазиза ханым, және де Әбсаматова Күләнда, және де Ағманова Гүлзада, атап айтатын болсақ, Аймахамбетова Рамиля, Аймешева Феруза ханымдар, жұптарыңызбен, жұбайларыңызбен ортаға келіңіздер ендеше. Ал ендеше мынау келісіп пішкен тон келтіре болмайды деген тілек беруменен жол ұстанып өздеріңізден болсын. Қай жағынан бастаймыз? Осы жақтан ба? Келіңіздер. Келіңіз. Әпше өзіңіз бастаңыз енді, сіз танымын ғой. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, ұстаздар, класстастар және қонақтар. Барлықтарыңызды бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Балдарға, жігіттерге рахмет айтпақшымын. Ескі дос естен кетпесті. Бізді естен шығармастан қонақ етіп шақырғандарыңызға көп рахмет. Және класстастарымыздың келіншектеріне де рахмет. Оларға әлі ешкім рахмет айтқан жоқ. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Алла бұдан кейін де 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл дегендей ары қарай келісе беруіміздер, амандықта, саулықта келісе беруіміздер тілектеспін. Барлығымызға зор денсаулық тілеймін, ұзақ өмір, отбасымызға амандық. Алла бақ берсін де нақ берсін. Қазақ жүрген қазақ үйімізде ақ келсін. Рахмет саған. Бәрекелді рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Әрмен қарай, жалғастырайық. Келіңіздер. Кеш жарық, құрметті ауылдастар, класстастар, ұстаздар. 40 жылдық мереке болады дегеннен, сонша ай бойы толқып келе жатырмыз. Қазір де лично өзім толқып тұрмын. Шарапхана елінде осы мектептің түлектері бәріміз барынша жиналып жатырмыз. Өте бір керемет бір ұйымдастыру жағынан, балалардың көмегімен күшті бір кеш болып жатыр. Осы арада 40 жыл бойы көрмеген класстастарды көріп, өзімізше бір тебіреніп, мектептегі естелік ойлап еске келіп жатыр. Біздің класстастар осы 40 жыл бойында үлкен бір керемет жетістікке жеткен класстастар бар. Соған бір дән риза болып жатырмын өз басым. Енді айтарым, құрметті ұстаздар, сіздердің еңбектеріңіз, сіздердің ниеттеріңіз ақталып жатыр деп ойлаймын. Осы мектепте еңбек етіп жатқан біздің класстас қыздар бар. Соларға да жұмыстарыңызға береке тілеймін. Бүгінгі кешті ұйымдастырып жатқан ер азамат балдарымызға ерекше рахмет. Бақыт тілеймін, бәрілеріңізге денсаулық тілеймін. Ендігі жылдары 50 жылдық 60 жылдықтарға бәріміз осы тобымызбен бұдан да көп болып жинала берейік. Барлықтарыңызға рахмет. Бәрекелді рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Әрмен қарай, келіңіздер. Жалғастырайық. Не дейміз, сөз сөйлейміз ғой, алыстан жақындан келген құдағилар демекші, мына алыстан ат шашақ келген класстас, сыныптастар. Мына қадамдарыңызға гүл бітсін. Мына жаңа алдымызда сөйлеп кеткен, төрге отырған мұғалім ұстаздар төрдеріңіз құтты болсын. Жаңа айтып кеткен тілектеріңіз иншалла періште пайғамбардың құлағына шалынсын. Мынау айлардың сұлтаны ораза айы мүбәрәк болсын. Айлардың күндері, аптаның күндері, жұма күні, қасиетті жұма күні құтты болсын дейміз. Аузын бекіткен мұсылмандарға осы күн ораза нәсіп етсін, не амал қылса амалдарға шықсын.
мынау ұйымдастырып жатқан класстас жігіттердің үйінде қаншайымдар мынау орыс класс деп жатырмыз, жаңа А классы, Б класс, енді қанша дегенмен бәрібір айтып кете береміз осы сөзді бәрібір А классы, Б классы дегенше. Ұйымдастырып жатқан жігіттер барлықтарына рахмет сендерге. Алланың нұры жаусын. Ұйымдастыруда оңай емес, алыстағы жақындастыру жасамақ қыздардың бәрін тауып бір жерге басын қосуда бұл да ерен еңбек. Еңбектерің жана берсін. 40 жылдық болсын Құда қаласа мына. Алдымызда Алла нәсіп етсе, мынау 50 жылдықтан нәсіп етсін. Көрінген таудың алыстығы жоқ дейді. Құда қаласа 50 жылдықта да кездеседі. Жақсы отырыңыздар, ішіп жеңіздер, бір-бірлеріңізбен танысыңыздар, көрмеген класстас сыныптастар. Тек қана жақсы тойға бассын. Ерекен біраз тілек айтсын деп жатыр, келіңіз Ерекен. Кеше көпшілік қауым мына бүгін 40 жылдық мерейтойға жиналып отырмыз. Мен өзім жұбайым осы қосылған бірінші 20 жылдықта мен бірінші қатысқан. Ол кезде Асекеңнің есігінің алдында болған. Баяғы кілемді қойып, әдемі жақсы той болған. Содан бері 20 жыл өтіп кетті. Бәріміз үлкен болып қалдық есейіп. Алдымызда немерелерді өсіріп жатыр, соларды тәрбиелеп жатыр. 40 жылдық өзіміз сондай қалаймыз. Ал не дейміз? Той-тойға болса берсін. Бәріңізге жақсылық, денсаулық, аманшылық тілеймін. Кейінгі 50-60 жылдарда осылай бәріміз ойнап күліп кездесе берейік. Той-тойға болса берсін. Ал мына осы ұйымдастырған жігіттерге рахметімді айтамын. Сіздерге үлкен рахмет, осындай көпшілікті жиында той өткізуді оңай емес. Ал бәріңіз бақытты болыңыздар. Той болса берсін. Келесі 50 жылдыққа аман есен кездесін. Бәрекелді рахмет, тілек қабыл болсын. Әрмен қарай келіңіздер, жалғастырайық. Құрметті класстастар, жігіттер, бүгінгі мынау 40 жылдық мерейтойымыз құтты болсын. Қыздар, жігіттер, мынау отбасында жақсылық болсын, семьяда бақытты болыңдар. Мына ұйымдастырғандарына рахмет. Қыздар атынан рахмет айтамын. Әр уақытта бақытты бол, немере шөберелердің рахатын көріп, мына ұстаздарға рахмет, білім берген. Әр уақытта осындай басымыз қосылып жүре берейік. Ал енді мынау бәріңізге рахмет. Біз ауылына барып тұратын қыздардың барлығы сол күйше жүрген сияқты. Енді Құда қаласа 50 жылдықтарда, мынау 60 жылдық тойларда, немере тойларда бастарыңыз қосылып, бір-біріңіздің тойларыңызға барайық, тойда араласайық. Барлық жақсылықта араласайық, адамның артықтығы жоқ. Денсаулық болсын, бала-шағаларың, немерелерің жүзге келгендеріңді көрсін. Рахмет. Әрмен қарай жалғастырайық, келіңіз. Саламатсыздар ма, көпшілік қойылған қауым. Бірінші мен рахметімді мынау ұстаздарға айтайын деп отырмын. Сіздерге көп рахмет. Осындай ұл қыздарды тәрбиелеп, мектептен өшіріп, осы 40 жылдық кездесуге келіп отқандарыңызға сіздердің жастарыңыз жас қосылсын. Мынау көпшілік жастарға айтарым, сендердің енді мынау қыз болсын, жігіттер болсын, әр семьяларында армандарың орындалып, той болсын. Сол тойдың қуанышы болып, бізде бөлісіп жүре берейік. Тойға жетейік. Ал енді ардақты ағайын, кішкене сабыр сақтаңыздар. Мына кісінің сыйлаған, тыңдаған дейік, сондықтан тілекке құлақ асайық, қыздардың тілегін тыңдайық, келіңіздер. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, ұстаздар, класстастарым, замандастарым, барлықтарыңа денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін, дәулет тілеймін. Бүгінгі мерекеміз құтты болсын, әрқашанда осылай жинала берейік, кездесе берейік. Жүздеріңізден күлкі кетпесін, нұр кетпесін.
өсіп өне беріңдер, мақсаттардың бәріне жете беріңдер. Мен өте қуаныштымын бірге сіздермен бүгін болғаныма. Бүгінгі ұйымдастырған жігіттерімізге бәріне рахмет. Барымызды өйстіп қосып, жастық немізге түсіргендеріңізді көп болып сіздерге көрмегенімде сондай қуаныштымын. Рахмет. Аман болыңыздар, бақытты болыңыздар. Кеш жарық қалайық, кластастар, бауырлар, ағайындар, ұстаздар қауымы, сіздерге де рахмет. Мынау тағы да мен естелік бойын сұнсам, баяғыда біздің папамызды бұрынғы біз жас кезде әкеліп жатады, пенсиядағы кісілерді. Сол сияқты мені құдайға шүкір қуанып отырмыз. Клара апай, Бүркіт ағай, Серікбай Шалаевич үшін әкемнің достары жаңағы. Барлық ағайлардың бәрі көріп отырмыз. Төрге шыққандар құтты болсын. Үстіп жылдар, 25 жылдық, 40 жылдықтарда ұстаздар болып жарқырап жүре беріңіздер, денсаулық берсін сіздерге, денсаулықтың арқасында. Ағайлар, апайлар, сіздерге рахмет. Ал енді мынау кластастар, ұйымдастыру қауымға бірінші рахмет. Ойламаған жерден мені ұйымдастырып, мамыр жай мені керемет мамыр айында, ауа райы да қарастырып, кеше қандай жаңбыр жауып тұр еді. Бүгін мені ұйымдастыру ханымдар мен мырзалардың ауа хороший, не дейді, характер. В общем, осындай тамаша адамдарға ұқсап, біздің ауа райда бүгін тамаша ашылып тұр. Осыдан білеміз біздер мені қалай тамаша адамдар, қонақжай адамдар. Рахмет ұйымдастырған адамдарға да. Әрқайсыңыздың отбасыларыңызға сіздерге бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін. Мына бәрімізде бала-шаға деп жүрміз ғой, қалай. Бала-шағаларыңыздың рахаттарын көре беріңіздер, өсе беріңіздер, өне беріңіздер. Ең главный адалына келіндер келсін, кәртеңендер сіздерді, біздерді бағатын. Осы не тілесек, жақсылық тілеу орындала берсін. Мына ораза айы қабыл болып, ниеттеріңіз, тілектеріңіз, армандарыңыз орындала берсін. Бала-шағаның рахатын көріп, ойнап, күліп, өстіп, кездесіп, сіз біздесіп, жүре беріңіздер тілдесіп. Рахмет ұйымдастыру қауым. Бәрекелді рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Рахмет ұрығы. Енді бұлай дейік ардақты ағайын, мына келісіп пішкен тон келте болмайды деген. Жаңа тілек айтқан қыздардың біреуі айтып кетті, мынау кластастардың үйіндегі ханшайымдарды. Сол ханшайымдардан алтауы ортаға келсінші, алтауы келіңіздер. Кластастардың үйіндегі ханшайымдар деп сіздерді әдем атап кетті. Сол ханшайымдардың алтауын ортаға шақырайық, келіңіздер. 3 күйеу бала тұр екен, соған екеуден келіңіздер ортаға. Келіңіздер. Біздің кластастардың үйіндегі ханшайымдар деді, сондықтан ханшайымдай бұл ортаға келіңіздер. Келіңіздер. Енді бұлай дейік ардақты ағайындар. Мынау төрдегі тұрған банка бет ашарға қойылған екен деп қалмаңыздар. Бұл төске арнап қойылған. Сол төске кішкене бүгінгі кештің сәнін кіргізейік. Кесі билетіп алып барып күйеу балдардың төсін алсақ деген ойымыз бар. Бірақ та төс қазір сіздерге тамақпен бірге барады. Соны ескертіп қояйық. Сондықтан алдын ала қалай тастайсыздар, сондай төс барады енді кеттігендеше. Билетіп алып барып төс тастап қызайық. Аспаңыздар, аспаңыздар. Бақтыз. Бәйді, билет барыңыздар. Біреудің келіншегімен 5 минут билесің бауыр басып қаласың деген. Ақшана болды ден тоқтата салайық. Ал енді қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді ардақты ағайындар, естелікке бір сурет өтсіңіздер, одан кейін кластастардың құрметіне ортада бір би болса деген ойымыз бар.
Elçilerimizin hürmetine ortada bir balat biylеңіздер ketken eke. Barşаңыздар dağa biге çağırayım. Sen
шетке қарата жалғастырайық ардақтағы ағайын. Сондықтан ортаға ерекше құрметпен атап айтатын болсақ, Акимов Мартбай мырза ортаға, Акишева Дәмеш ханым ортаға, және де Ақбергенова Несіпкүл, Әлжанова Хатира, және де осында Әлмұхаммедова Гүлия ханымды ерекше құрметпен ортаға шақырайық. Асқаров Ержан, Ахметова Зәуре. Келіңіздер, қыздарды ғана шақырып жатыр екенбіз, айып етпейсіздер, келіңіздер. Ахметова Зәуре ханым ортаға, Гүлия ханым ортаға, Хатира ханым, Несіпкүл, Дәмеш ханымдар ортаға. Қыздар келіңіздер. Дәмеш ханым ортаға келе қойсаңыздар, Несіпкүл, Хатира, Гүлия, Зәуре ханымдар ортаға, және де Парлыбаева Рабиға, Гүлімай, Ұлбике, Гүлнар ханымдар ортаға келе қойсаңыздар. Қыздар қауым ортаға келіңіздер. Қыздардың тілегіне құлақ асайық ардақтағы ағайын. Қуаныштарыңыз құтты болсын, тілек тыңдайық. Енді әйел адам жорға мінсе де жаяу тұрған еркекке жол береді дейді. Сондықтан күйеу балдар қауымына бір шапалақ ұрыңыздар, бір ауыз тілегін арнасын. Ал құрметті мына бүгінгі кештің қонақтары, мынау қырғызстаннан құтты болсын. Бар уақыт осында тағы еліміз халқымызға келіп жібереді. Қай жағынан келіңіздер. Бойына бар жақсылықты жиіп келген екен, үстіне сары кәсіпін киіп келген екен, бір шапалақ ұрып қояйық. Дегеніміз құрдастар, мынау жоғары төрде отырған ағайлар, сіздерге үлкен рахмет айтамыз. Сіздердің арқаларыңызда біз өсіп, оқып, қызмет істеп, өзіміздің немізді көрсетіп жатырмыз. Мынау класстас жігіттерге рахмет айтамыз. Осындай кеш ұйымдастырып, бәріміздің басымызды қосып, үлкен дастарханда 40 жылдан бері көрмеген қыздар балдарды көріп, еске алып, қуанып жатырмыз. Рахмет сендерге. Отбасыларына бақыт тілеймін. Құда қаласа 50 жылдықта бәріміз аман есен бас қоса берейік. Едеміз мына бірінші осы мені ұйымдастырған жігіттерге рахмет айтамын. Одан мына ұстаздарымыз келгендеріне рахмет. Көріп жатырмыз, қыздар балдар бір-бірімізді қуанып, жүрегіміз жанып, жақсылық кезіміз есімізге түсіп, сол кезде қыздар құсап. Сөйтіп өйстіп аман есен тағы 50 жыл 60 жылдарда да басымыз қосылып жүре берейік. Бәрекелді, рахмет, тілек қабыл болсын. Әрмен қарай келіңіздер. Сәлеметсіздер ме, құрметті 40 жылдық түлектері, мынау апайлар, ағайлар, сіздерге рахмет. Сіздердің арқаларыңызда біз осыншалықты болып, ұл-қыз өсіріп жүріп жатқан жайымыз бар. Бір-бір қызметтің басын ұстап, отбасымызды асырап отырмыз. Мынау ұйымдастыру алқасында, яғни біздің сыныптың балаларына үлкен рахметімді айтамын. Мен осы класстас менің келетін негізі жағдайымда жоқ еді. Жақсыны айтты, жаманда кеп тақап қой дейді. Біздің үйдегі жақында кеткен еді. Мен бірақ балаларымды сыйлап, жаңа достарымның қызметін сыйлап, бір сағатқа келіп кетіп жатырған жайым бар. Мен сіздерді қатты сағындым. Осы достарымды көрейін, класстастарымды көрейін деп сондай ниетпен келдім. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Дендеріңіз сау болсын. 45 жыл, 50 жылдықта басымыз қосыла берсін. Жаңағы танитын бар, танымайтын бар. Мен Бейсебаева Гүлімай Арыстан қызы, Шарбұлақ елді мекенінде тұрамын. Сол мектептің мұғалімімін. Бір қыз, бір ұл тәрбиелеп өсіріп жайғастырдым. Қызым Астанада, Евразияда мұғалім, күйеу балам Астанада гаиде. Балам міне жерде отыр. Балам ақ келді. Балам сол мектепте мұғалім, келіннің кішкентайымен отыр. Өзін таныстырып өтсек, біз енді танитындарымыз бар ғой, бірақ көбінесе жаңағы өзгеріс қой, өмір өзен дейді ғой, өмірдің жаңағы ирелең жолдары бар. Арнадан шығады, қайтадан орнына түседі дегендей. Мына 40 жылда не бір бұралаң белестерден өттік. Аманшылық болсын, не деймін, толқып тұрмыз деймін, не бір сөздер кеп жатыр. Жаңағы белгілі бұл қазаққа тойдың желі дейді ғой. Біздің ойымызда
жылдық жасау нәсіп еткен екен. Біз 5 жылдықты да жасағанбыз, арласы 10 жылдықта жасалған, 20 жылдық не помню, 30 жылда келгенмін, 40 жылдық міне. Құдай қаласа 50 жылда, 45 жылда басымыз қосыла бер, кемпір шал болып жүре берейік, кездесе берейік. Не дейін басқа? Денсаулық болсын, ендігіде небере шөберелерімізді алып келейік, Құдай қаласа. Сонымен ұйымдастырайықшы, менің өтінішім сіздерге. Бәрекелді, рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Әрмен қарай жалғастырайық, келіңіздер. Здравствуйте, я Ега Венера. Очень приятно, что вы нас нашли, пригласили на это 40-летие. Спасибо нашим учителям, что нас поставили на путь истины, что мы выросли, собрались. И всем большое спасибо организаторам, то, что нас тоже нашли. Что еще пожелать? Спасибо учителям, живите долго, счастливо, не болейте. Что еще сказать? Короче, всем спасибо, что нас пригласили. Енді қалғанымыз қосыламыз деп жатыр, ардақты ағайындар. Қосыламыз деп жатыр ғой. Келіңіз бір ауыз тілек. Кеш жарық, құрметті ұстаздар, класстастар, ауылдастар. Ана бүгін үлкен осындай салтанат сарайында 40 жылдық той өтіп жатыр, соның куәсі болып жатырмыз. Құдай қаласа мынау осы біздің ер азаматтарымыздың, одан қалса ер азаматтардың келіншектерінің арқасында осындай той көріп жатырмыз 40 жылдық. Құдай қаласа мынау тойда қайтсын. Осы кісілердің қызметі, құрметтеріңізге, ізеттеріңізге рахмет. Өте ризамыз. Міне көптен көрмеген ұстаздарымызды, класстастарымызды көріп өте қуанып жатырмыз. Құдай қаласа міне Алла жазса осы 50 жылдық, 60 жылдық мерейтойды төрт көзіміз түгел, бауырымыз бүтін осындай тойды көре берейік, өйстіп қауышып жүре берейік міне. Құдай қаласа мына жақсылықтардың бәрі алда, бәріміз осындай тойда басымызды қосып жүре берейік. Бақытты болып, деніміз сау, алдағы қойған армандарымызға жете берейік. Бәрекелді, рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Ал ендеше мына ардақты ағайындар, жаңа айттық қой, келісіп пішкен тон келте қылмайды деген. Келіңіздер, жаңа билет етін жеңгелер ортаға келе қойыңыздар. Енді мына ардақты ағайындар, жаңа ортада әпкеміз әдемі айтып кетті. Мынау енді бүгінгі қуанышқа арнайы уақытымды бөліп бір сағатқа ғана келіп отырмын. Енді аттың ізін таймасады деп, мына ұлымды алып келіп отырмын деп жатыр. Сондықтан ортаға келе қойыңыз, бір ауыз тілек өзіңізден болсын. Bir шапалақ ұрып, шабыт беріп қойайық ардақты ағайындар. Ортаға тұра қойыңыз, ортаға. Рахмет. Ассалаумағалейкум, қадірменді қарасылдар, ағалар, әпкелер. Мына биыл қарасыл тойларыңыз құтты болсын. Бұдан 50 жылдық, 60 жылдық тойларыңыз бола берсін. Солардың тойлары болып, менің ашым жүре берсін, алдарыңызда ойнап күліп. Бәрекелді, рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Періштенің құлағына шалынсын, ардақты ағайын. Ақылды біліп айтқан сөз тайға таңға басқандай, жүректен шыққан жылы сөз әлемге маржан шашқандай деген екен. Әдем тілек айттыңыздар, тілек қабыл болсын. Жеңгелер келе қойыңыздар. Келіңіздер, жеңгелер. Күйеу балдар билет етті, жеңгелер келіңіздер. Ал кеп-келесі. Билеңіздер кеттігендеше.
Енді түгел орындарыңызға жайғассаңыздар, сұлу сөздің арасын суытпай, ортаға ерекше құрметпен тағы да қыздар қауымын шақырған жөзден ардақтаған ағайын. Сондықтан ортаға ерекше құрметпен Құдайбергенова Назиба ханым келе қойсаңыздар. Және де Құралова Гүлсара ханым ортаға. Атап айтатын болсақ, осында Майтанова Гүлбала ханым келіңіздер. Және де осында Мұхаммед Салина Сәуле ханым ерекше құрметпен ортаға шақырайық. Жалпы қыздарды ортаға шақырып жатырмыз. Және де Мұсаева Анар ханым ортаға, Мырзияева Гүлжағар ханым ортаға, Нақыпбекова Зияда, Нұржігейтова Жанат, Нұрбекова Гүлнар, және де осында Тоғай Оля ханым ортаға келе қойсаңыздар, Сапарбекова Дүрия ханым ортаға, және де осында Толысбаева Перизат, Ханаева Гүлфия ханым ортаға келе қойсаңыздар. Аталған аталмаған, жазылған жазылмаған Забира ханым ерекше құрметпен ортаға шақырайық. Келіңіздер. Қыздар қауым ортаға. Гүлзинеп ханым ортаға шақырайық. Гүлзинеп ханым ортаға. Гүлзинеп ханым келе қойсын. Енді жұптарыңызбен, жұбайларыңызбен ортаға келе қойсаңыздар деген өтінішіміз бар. Қуаныштарыңыз тағы да құтты болсын. Қай жағынан бастаймыз? Келіңіздер. Келіңіз. Ешара құрметті менің ұстаздарымның төрді орны болған сыныптастарым, мінеки бүгін мынау Рамазан айының әдемі бір күнінде 40 жылдан кейін бас қосып отырмыз. 79-ның түлектері, қош келдіңдер. Ал енді мен енді мұнда жаңағы осы ауылда тұрып өскен соң барлығыңызды танимын. Аты жөнім Толыбекова Забира. 10-шы В класынан мен бір өзім қатысып отырмын. Ал енді бірақ бір мектепті бітірдік. Бәрімізге бір ұстаздар сабақ бердік, дәріс бердік. Ал енді барлықтарыңызға осы кездесу құтты болсын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңыз амандық. Құрметті менің төрден орын алып отқан ұстаздарым, мен осы алтын саринге келгенше химияның не екенін білмегем. Химияның маған өз дәрежесінде
бүркіт ағайын сабақ берді. Физикадан Есенқұл ағайын сабақ берді. Сіздерге мыңда бір алғыс, бас иемін. Сіздермен талай жыл әріптес болдым. Қуаныштымын. 100 жасаңыздар. Осылай шәкірттеріңіз алдында марқайып отыра беріңіздер. Ал енді құрметті сыныптастар, мына осы әдемі кешті ұйымдастырған жігіттер қауымына мыңда бір алғыс. Бала шағасының бақатын көрсін. Алланың нұры жаусын. Келіндерімізге, құрдастарымызға рахмет. Құрметтеп, қыздар деп күтіп жатырған. Мінекей, 40 жыл аз уақыт емес. Қыз ұзатып, келін сүріп, бүгінде әже болып отырған жайымыз бар. Қартаймаңыздар, осылай әдемі қалыптарыңызда жүре беріңіздер. Алла тағала тағы да жүз өсуді нәсіп етсін. Бәрекелді рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Бәрмен қарай, мына біреудің төс белгісі түспапты, кімдікі еді ол? Сіздікі жоқ сияқты ма, сіздікі емес пе? Келіңіздер, әрмен қарай жалғастырайық. Ал не дейміз, мына бүгінгі 40 жылдық тойымыз құтты болсын. Мына төрде отырған ұстаздарымыз, Клара апай, Тұрлыбек ағайдың үйінде жем. Дендеріңіз сау болсын. Сіздер құсап бізде әдеме қартаяйық. Мына 40 жылдықтары құтты болсын, барлықтарың. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңда жақсылық болсын, той болсын. Тілеймін, бақыт тілеймін барлықтарыңызға. Құда қаласа деніміз сау болып. Енді келесі 40 жылдықтарға жете берейік. Денсаулығының арқасында. 50 жылдықта. Денсаулық тілеймін барлықтарыңызға. Бақыт тілеймін. Бәрмен қарай жалғастырайық, келіңіздер. Дорогие одноклассники, дорогие друзья, дорогие наши учителя, поздравляю вас всех и себя с нашим таким замечательным праздником. Это большой праздник, 40 лет, как мы закончили школу. Желаю вам всем здоровья, чтобы вы всегда были такие счастливые, чтобы не раз еще собирались за таким красивым, богатым и вместе со всеми. Я переживаю. Спасибо вам всем, организаторам, нашим мальчикам, за такой вот прекрасный вечер, что они собрали нас всех здесь. Спасибо вам, наши учителя, за те знания, которые вы нам дали, за ваш труд. Мы очень вам благодарны и низкий вам поклон за это. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Желаю вам провести вечер, чтобы он запомнился вам на долгие-долгие годы. Бәріңіз орысша сөйлесе аласыздар ма? Хат шапалақ ұрады екен. Келіңіздер, әрмен қарай жалғастырайық. Мына құрметті ұстаздар және мына оқушылар деп енді не бар. Тойларыңыз құтты болсын, 40 жылдық той. Бәріңізге жақсылық тілеймін. Мынау ұйымдастырып отырған, мынау айтып кететін болсам, Әсекеңе рахмет айтамын. Мынау өлі байымайды, тірі байымайды дейді. Мынау осылардың несі бір аунап қалған шығар деп ойлаймын. Бәріңізге денсаулық тілеймін. Бұдан да үлкен 50 жылдықта бас қосып жүре берейік. Аралар танысқанына қуаныштымын бәріңізге. Мерді ағайлар отыр, көз көрген Асан ағай. Өзімде Алтынсары мектебінде біраз жұмыс істеген. Одан көзіміз көрініп, сіздерді көріп өте қуанышты болдым. Бәріңізде бақытты болып, бас қосып жүре берейік. Сіздерге рахмет көп. Бәрекелді рахмет, тілек қабыл болсын. Әрмен қарай, келіңіздер жалғастырайық.